Украина Бірлешкен Миллетлер Тешкелетінің баш ассамблеясына Қырым бойынша яны қарарларына бережек. Бұны Украинаның Тешкелет янындаки даими темсилжесі Володимир Ельченко білдіре. Бұның иле ишғал етілген ярымадаға Бірлешкен Миллетлер Тешкелетінің незерет миссиясының кірмесі меселесінің илерележігіне үміт еті. Оның сөзлеріне көре Русия миссиясының әсабаты Кремль менфаатында олмайжағы үшін ирышымны блок еті. 2017 сенесі декабрь айында БМТ баш ассамблеясы Русия тарафындан ишғал етілген Қырымда инсан ақлары иле бағылы вазиятны айдынлатқан яны резолюцияға қол тұтқан еді. Шу жүмледен Кремльнің ярымадада өз қанунларыны қоланғаныны ве Украина ватандашларының мечбури тарзда Русия ватандашлығына кешірілмесіні такбих етті.